Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Бізде үш сұрақ рубрикамыз. Біздің сұрақтарымызға жауап беретін Нұр Мүбарак университетінің ұстазы, біздің Муслим Хаус медресеміздің директоры Жұмабекұлы Бекболат ұстазымыз. Ассалаумағалейкум, ұстаз, қош келдіңіз. Қош болдық. Ұстаз, бүгінгі сұрақтарымыздан садақалардың ең абзалы қандай? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жалпы садақалардың ең абзалына байланысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жалпы берген қол алған қолын қайырлы дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям аль-ядул улия хайру мин ядус суфля деп келтіреді. Және уабда биман таул дейді. Ең бірінші садақаны туысқандарынан баста дейді. Және одан кейін дейді, және садақаның ең абзалы дейді, бай болған кезде берген садақаң дейді. Yani мұқтажсыздық болмай тұрып, мұқтаждығың кеткен кезде берген садақаң абзал деп келеді. Неге? Өйткені жалпы адамда мұқтаждығы болмаған кезде берілген садақадан өкінбейді. Ки адам мұқтаж болып тұрған берген садақаны өкінуі мүмкін. Ай, жаңа қап неге бердім екен, өзіме керек болып қалдау, жаңаның орнын бермегенде, жаңа осы жерде осыны алатын едім деген сияқты нәрсе болмау керек. Садақада өкіну деген нәрсе болмайды қашан? Бай кезде берген садақадан. Антан айтамыз не дейміз? Садақаның абзалы, бірінші садақаның абзалы туысқандарынан, жақын жолдастарыңнан, қасындағылардан бастау. Екіншісі мұқтаждығың кеткен кезде беру. Бірақ басқа да хадистер келеді, әрине. Ең абзалы қашан деген уақытта өзің қиналып жатқанда берген садақаң ол да келеді. Ол да әрине. Неге? Яғни өзің мұқтаж болып жатыр, біреуді артық көру, ол да исламның нелерінен, белгілерінен, иманның бір белгілерінен. Сондықтан айтамыз, кейден дейміз. Демек, бір хадис бір-біріне қарама-қайшы болмау керек. Бұл бір-біріне не деп жатыр? Демек, адам кейде жоқ кезде де бере білу керек. Жоқ кезде бере алған адам бар кезде қиналмай береді. Яғни демек, садақа деген нәрсе жалпы біз айтамыз ғой. Мұқтаж кедейлерге берген садақа абзал ма, әлде білім жолындағыларға берген садақа абзал ма? Білім жолындағыларға берген садақа абзал деп айтамыз. Неге? Білім жолындағыларға берген садақада ол уақытша емес, мәңгілік. Өйткені Хасан ар-Басри рахимахулла айтады екен, бір кісі келіп сұраған кезде Хасан ар-Басридан, мен садақа берейін деп едім. Кімдерге берген садақам абзал? Кедейлерге ме екен, әлде ілім жолындағы ма деген уақытта Хасан ар-Басри рахимахулла кедейлерге берген садақаң уақытша, ал білім жолында берген садақаң мәңгі. Өйткені ілім, бір ғалым ілім алып, сол ілімді жаятын болса, онда ол ілім жайылғаннан кейін оның сауабы үздіксіз мәңгіге қала береді деген екен. Аллаху алейкум. Құрметті бауырлар, осы сияқты дүние және ақыреттеріңізге қажетті болған, маңызды болған сұрақтарды комментарийға жазып кетіңіздер, біз ұстаздармен жауап беретін боламыз.